Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Прошу прощения за немножко запоздание в выкладывании видео, потому что произошли некоторые обстоятельства, я заболела и так далее. Прошу у вас прощения за это. Но в этот период я взяла интервью у очень хорошего человека, можно сказать, человека с большой буквы. Как вы знаете, в Казахстане, в городе Астана, есть Институт экономических расследований, и человек, у которого я брала интервью, его зовут Таутенов Ердылдай Бадулаевич. Он работает заместителем председателя этого института. Для меня было огромной честью брать у него интервью. И хочу вам пожелать приятного просмотра. Прошу прощения заранее, что я там немножко перенервничала, были какие-то минусы, возможно. Как вы знаете, я не профессиональный журналист. Я старалась изо всех сил, чтобы было информативно, чтобы люди моего возраста, да, teenagers, подростки, студенты или просто люди, которые смотрят мой канал, наткнулись на это интервью, взяли для себя что-то полезное, чтобы это интервью было информативным. Может, кто-то посмотрит это интервью и замотивирует тебя, потому что этот человек, он очень интеллигентный, у него свой путь, и, можно сказать, он role model for someone, maybe. Поэтому, если это интервью было полезным, информативным для вас, поставьте лайк, оставьте комментарий, я буду очень рада. Желаю вам приятного просмотра, до новых встреч! Құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір сіздермен жақсы сұхбат болайын деп жатыр. Сіздерге бүгін сұхбат алатын адамды жақынырақ таныстырып өтсем. Бүгін бізде қонақта Таутенов Ерділдай Бадуллаұлы. Бұл кісі экономикалық зерттеулер институты басқарма төрағасының орынбасары. Интервьюімізді бастамас бұрын сізге уақытыңызды бөліп маған сұхбат беруге келіскеніңіз үшін үлкен рахметімді білдіремін. Алдын ала рахмет айтқым келеді. Онда сұрақтарымызға кезек берсек, сізге ыңғайлы. Саламатсыздар ма? Иә, шақырғаныңызға рахмет интервьюға. Сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Рахмет. Онда бірінші сұраққа кезек берсек, сіз білетіндей, бүгінгі экономика Қазақстанда да барлық әлем бойынша үлкен мәселелердің бірі болып саналады. Экономика саласы әрдайым актуалды, үлкен өзгеріске ұшырайтын да, ұшырамайтын да кездер болады. Осы экономика саласына түскісі келетін студенттерге арналған, жалпы экономика саласында жұмыс жасайтын мамандарға осы сұхбат үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Соған қатысты бірінші сұраққа кезек берсек. Жалпы бүгінгі экономика бұрынғыдан да жылдамырақ өзгеріп жатыр. Жасанды интеллект, криптовалюта және жаһандану секілді процестер орын алды. Оқу орындарының түлектері бұндай ситуацияларға бейімделіп қана қоймай, сонымен қатар осы аталған өзгерістерді жасауға қабілетті болу үшін болашақ оқу орындары қандай болуы қажет, немесе қандай атаулы өзгерістер енгізу қажет деп ойлайсыз? Аянат, дұрыс айтасыз. Бұл қазіргі таңда заманның өзгеру жылдамдығы өте жоғары. Өзіміз көріп отқандай, цифрландыру, жасанды интеллект қатты дамып жатыр. Осыған орай кешегі өткен аптада өткен президент жолдауының тақырыбы да бекерге алынған жоқ. Цифрлы 3 жылдың ішінде Қазақстанды толықтай цифрды мемлекет қылу деп үлкен тапсырма қойып отыр алдымызда. Енді осы уақытта сіздің сұрағыңыз, енді университеттер қандай болу керек дегенде, менің ойым, қазіргі заман студенттерден тек білім алуды емес, сонымен қатар оны өмірде қолдана білуді талап етеді. Сондықтан болашақ оқу орындары шығармашылыққа, сыни ойлауға және технологиялық дағдыларға басымдық беру керек деп ойлаймын. Жасанды интеллект, биг дата, блокчейн сияқты пәндер барлық мамандықтың оқу бағдарламаларында болуы тиіс. Ол экономист болсын, юрист болсын, жаңағы педагогикалық мамандықтар болса да, бұл жаңағы IT технологияны жалпы осы
биг дата, яғни үлкен мәліметтерді талдау деген сияқты пәндерді оқыту керек. Сондықтан университеттер тек дәріс оқитын орын емес, сол алған дәрісті тәжірибелік жобалар мен стартаптарда тәжірибе беретіндей алаңға айналғаны жөн болады. Яғни студент ол тек дайын білімді алушы емес, жаңа идеяларды тудыратын, сол идеяларды апробация жасап, өзінің ойын іске асыратындай осындай бір алаңға айналуға қажет қазіргі университеттер. Өте керемет, үлкен рахмет. Мен де негізінен сөйтіп ойлаймын, өзіңіз білетіндей, мен Америка құрама штаттарында оқып келген кезде, ол жақта студенттердің көбісі демек түгіл 100% деп айтсақ та болады, толық цифрландыру, яғни IT технология, big data science деген секілді мәліметтемелер жұмыс істеуді жоғары деңгейде біледі. Сондықтан да сізбен келісемін, Қазақстанда сондай деңгейге жетсе, экономика саласында да жоғарғы деңгейге жетуге бізге кепілдік береді деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Енді жалпы Қазақстанның экономикасы жайлы мәселеге келетін болсақ, екінші сұрағым сол туралы болмақ. Қазақстан қазіргі таңда таңдау алдында тұр. Шикізаттық экономикада қалу немесе білім экономикасын құру. Біздің бүгін экономикасы жоғарғы деңгейде дамып жатқан Қытай, Америка құрама штаттары, Катар, Араб Әмірліктері деген секілді елдерде болып жатқан жоғары экономикаға қайтадан сұрайын, кешірім сұрайын. Ештеңе болмайды, кесіп тастайсың ғой, қайтадан айта бер. Қазақстан қазіргі кезде таңдау алдында. Шикізаттық экономикада қалу немесе білім экономикасын құру. Біздің бүгін экономикасы жоғарғы деңгейде дамып жатқан Қытай, Араб Әмірліктері, Америка құрама штаттары деген секілді елдермен бәсекеге қабілетті болу үшін қандай қадамдар жасау қажет деп ойлайсыз? Қазақстан үшін қазіргі ең маңызды нәрсе ол шикізаттан тәуелділіктен арылу. Әрине, осыған дейін біз енді шикізатты экономика болып келдік, бірақ қазіргі әлемдік мамандардың, сарапшылардың айтуынша, мұнай суперциклі аяқталатын дәуір жақындап келе жатыр. Сондықтан біз жер байлықтарына сеніп отыра бермей, бізде әртараптандырумен айналысып, экономиканың басқа саласында дамытуымыз қажет. Бұл үшін мен 3 бағытты атап өтер едім. Ол ең біріншіден ол адами капиталға инвестиция, яғни білім беру сапасын арттыру және адамдардың сауаттылығын көтеру, денсаулығын көтеру. Өйткені адами капитал ол экономиканың дамуының негізгі бір факторы ретінде, осыған біз қатты көңіл бөлуіміз керек, біріншіден. Екіншіден, инновация мен технологияға көңіл бөлуіміз керек. Бағана айтып өткен президент жолдауында президент қазір бізде жұмыс істеп тұрған инвестиция тарту жүйесін сынға алды. Сол жүйені жаңашаландырып, жаңадан бір жақсы жұмыс істейтін жүйе ұсынуға тапсырма берді. Сондықтан бұл осының аясында Қазақстанда енді инвестиция тарту жұмысы жандандырып, сол тартылған инвестициялардың көлемін арттырып, нәтижесінде сол инновация мен технологиялық мөлшерін осы елімізде көбейтуге жол ашылады деп ойлаймын. Аянат, осы жерден пауза жасап, мен жалғастырайын, қазір маған бастығы звондап жатыр. Жақсы, әрине. Ал үшіншіден ол сол экономиканы әртараптандыру, яғни бағана айтып өткендей, тек мұнайға сеніп отыра бермей, басқа салаларды дамыту. Ол бізде, мысалы, менің сарапшылық ойым, бізде IT саласының әлеуеті жоғары, жасыл энергетика, биотехнология, туризм, логистика, яғни транзиттік әлеуетіміз жоғары. Сондықтан осы салаларға қазір көңіл бөліп,
жаңағы сарапшылар айтқандай, мұнайдың суперциклі аяқталғанша біз басқа салаларды өстіп дамытуымыз керек. Сонда ғана біз әлемнің дамыған елдерімен қатар бәсекелесе аламыз. Керемет жауап, рахмет. Енді үшінші сұраққа келетін болсақ, қазір көптеген мамандықтарда автоматтандыру, роботтар, жаңа технологиялар деген секілді процестер еніп жатыр. Сонымен қатар жасанды интеллект салдарынан олардың жойылуы да ғажап емес. Сіздің ойыңызша, келесі болашақ 5-10 жылда экономика саласына қатысты қандай жаңа мамандықтар ену мүмкін, немесе қандай мамандықтар жойылып кетуі мүмкін деп ойлайсыз? Ол енді заман тез өзгеріп жатыр. Ол тарихта болған нәрсе, кейбір мамандықтар жойылады, онда тұрған ештеңе жоқ. Қазірде енді заман өзгеріп жатыр, жаңа мамандықтар пайда болады. Кейбір мамандықтар, классикалық мамандықтар енді сұранысы азайып жатады. Бірақ оның орнына сол жаңа цифрландыру, жасанды интеллект деп жатырмыз ғой. Сондықтан оның орнына, жаңағы классикалық мамандықтардың орнына жаңа мамандықтар, яғни сол деректердің аналитигі, жасанды интеллекттің инженері деген сияқты мамандықтар пайда болады жаңа. Сондықтан осы жас мамандарға осы бағытта таңдауға кеңес беремін. Жаңа цифрлық мамандықтарға сәйкес келетін, сонымен байланысы бар мамандықтар болашақта өте үлкен сұранысқа ие болады деп ойлаймын. Және сол енді ақпарат көбейген сайын, роботтар көбейген сайын, әрине оның кері жағы бар, яғни кибер қауіпсіздік мәселесі деген. Сондықтан осы кибер қауіпсіздік мамандықтары да өте сұранысқа ие болады. Егер сондықтан бұрын экономистер немесе қаржыгер мамандығы жеткілікті болса, енді сол технологияны меңгерген көп салалы мамандар қажет болады. Сондықтан жастарға берер кеңесім, тек бір бағытта бұрынғы замандағыдай жаңағы бір мамандықты игеріп, бір жұмыста отыра бермей, бірнеше мамандықты игеріп, жаңағы тез икемде болатындай мамандықтарды игеру керек. Рахмет, керемет жауап. Енді өзіңіздің жеке тәжірибеңізге қатысты, осы білікті маман ретінде жүрген жолыңызға қатысты соңғы бір сұрағымды қойсам, егер бүгінгі студенттердің орнында болсаңыз, экономика саласындағы жолыңызды 10 жылдан кейін өз салаңыздың көшбасшылар қатарында болу үшін қалай бастар едіңіз? Бизнес, экономика салаларында жаһандық деңгейде табысты мансап құруды қалайтын жастарға ең басты кеңесіңіз қандай болар еді? Ең біріншісі оқуды тоқтатпау. Бірінші кеңесім сол өз жасау керек. Яғни өзіңіздің арттыруыңыз керек. Әрдайым ол ешқашан тоқтамау керек. Ол бір мамандықты игеріп алып, болды осымен жұмыс істеймін деген ол қазіргі заманда, қазіргі таңда дұрыс емес. Әрдайым оқу керек, жұмыс істеп жүріп те оқу керек, жұмысты оңай ауыстыра білу керек, жаңа мамандықтарды, жаңа кәсіптерді үйрену керек, ол тоқтамау керек ең біріншісі. Өйткені ол білім, дағды, тіл үйрену, тіл білу деген бұл сіздің ең құнды капиталыңыз. Қазіргі қай саладағы маман болса да, ол мысалы ағылшын тілін білу аздық етеді. Тек ағылшын емес, сонымен қатар басқа тілдерді де үйрену керек. Жаңағы жоғарыда айтқандай деректерді өңдеу, өйткені айтып отырмын ғой, қазір цифрландыру болған сайын ақпарат өте көп. Сол ақпаратты жаңағы талдау жасау, талдай жасай алу білу, ол өте құнды қасиеттер, солардың бәрін игеру керек. IT құралдарын меңгерген өте пайдалы.
Одан кеңесім тек оқып қана қоймай, соны тәжірибеде пайдалану керек. Яғни жобаларға қатысу керек, стартаптарға қатысу керек. Сол оқыған білімін нақты тәжірибе ретінде соны нәтижесін алып, соны әрі қарай жылжыта білу керек. Үшіншіден, енді бағанада бір айтып өттім, ол икемді болу керек. Қазір әлем жылдам өзгеруде, ол мынау цифрландыру деген ол тек бір этапы ғана, ол ертең 5-10 жылдан кейін ол мүмкін сол өзіміздің кинода көріп жүрген футуристік бір мәселелер біздің өмірімізде кездесіп жатса, 5-10 жылдан кейін ол ғажап емес. Сондықтан икемді болу керек, оқу керек, әрдайым жаңа нәрсені үйрену керек. Осындай жастар ғана болашақтың көшбасшысы болады деп ойлаймын. Сізбен толықтай келісемін. Рахмет. Жалпы қазір мысалы Қытай экономиканы барлығын алып жатыр. Қытай экономика бойынша бірінші орында деп айтып жатыр мемлекеті. Сіздің ойыңызша негізі Қытай тілін меңгеру дұрыс па қазір? Өйткені мысалы түрлі университеттерде, форумдарда IT-технология бойынша Қытай мемлекеттеріне көп азаматтар келуде, Қазақстанға тәжірибе жинау үшін келуде. Сондықтан көбісі айтып жатыр, Қытай тілін үйрену керек, біреулер айтып жатыр, араб тілін үйрену керек деп. Сіз жалпы өзіңіздің бір топ 3 осы экономикада Қытай мемлекеті деген секілді, мысалы Қытай тілін үйрену керек, немесе араб тілін үйрену керек деген бір сондай бір кеңесіңіз бар ма? Студенттерге, мектеп оқушыларына, шетелде оқысы келетін оқушыларға деген секілді. Осы соңғы сұрақ болсын. Енді нақты мен мына тілді үйрен, мына тілді үйренбе деп айтпай-ақ қояйын. Ол айтып отырмын ғой. Көп тіл білсең, ол тіптен жақсы. Біздің президентіміз полиглот, өзіңіз білесіз, бірнеше тіл біледі. Ол әлемнің кез келген нүктесінде сол өзінің білетін тілдерінде еркін сөйлеп, бәрімен қарым-қатынас орната береді. Бұл оның өмірінде өте пайдалы болды деп сенем. Енді дегенмен де ағылшын тілі енді әлемдік тіл, номер 1-ші тіл болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағылшын тілін үйрену керек, білу керек. Ағылшын тілін білсеңіз, сіз көп деген мүмкіндіктер ашылады. Шетелдерге барып жұмыс істеу деген сияқты, білім алу деген сияқты. Сонымен қатар мен Қытай тілін үйренбе демеймін. Қытай тілін де үйрену керек. Өйткені өзіңіз айтып отырсыз, қазір Қытай өте қатты дамып келе жатыр. Ол қазір Қытай мына әлемдік завод болып отыр. Қытайда шығармайтын зат жоқ. Кез келген нәрсені олар үйреніп алып шығара береді. Сондықтан Қытай тілін білсеңіз де өте пайдалы болады. Қытаймен бизнес құрсаңыз, ол жаққа барып оқысаңыз, жұмыс істесеңіз, ол да сізге пайдасын әкелмесе, зиянын әкелмейтіні анық. Сондықтан тіл үйрену керек. Ол тіл білу деген ол қосымша бір мамандық. Құрғанда сіз мұғалім боласыз, репетитор боласыз, аудармашы боласыз. Сондықтан мүмкіндігінше көбірек тіл оқыған дұрыс. Көп рахмет. Енді мен осымен сұрағым тамам. Жалпы сіздің өзіңіздің қояр сұрағыңыз, айтар кеңестеріңіз болмаса, сұхбатты бітіре беруге болады негізі. Сіздің де уақытыңызды үлкен рахмет айтып. Жақсы. Сізге алда сәттілік тілеймін. Сіздер сияқты жалындап тұрған, қорықпайтын, білімді жастарымыз көп болсын. Сол кезде ғана біздің адами капиталымыз дамып, осы жоғарыда айтқандай дамыған елдермен бәсекелес болып қатар тұруға біздің Қазақстанымыз дами берсін. Рахмет сізге үлкен. Сізге де жұмысыңызда табыс тілеймін, барлығы жақсы болғанын тілеймін. Үлкен рахмет алтын уақытыңызды бөліп сұхбатқа келіскеніңізге. Жақсы, қуаныштымын. Онда бітіре берейін, рұқсат болса. Жақсы. Үлкен рахмет, сау болыңыз.
Аха, сау болыңыз.